Баршаңызға сәлем. Сіздермен компьютермен жұмыс ету арнасы және де мен қайып берген жадыра. Бүгінгі 4-ші практикалық жұмыста осындай слайдтың жасалу жолын үйренетін боламыз. Егер де қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Әзірге каналға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіз. Бұл слайдты жасау үшін әрине бізге қарапайым PowerPoint бағдарламасы қажет. Мен осындай черновой вариантта керек ақпараттарды суреттерді дайындап аламын. Одан кейін жаңа параққа вставканың ішіне фигураға барып, осындай үлкен қылып 4 бұрыштыны осы ақ беттің үстіне келтіріп аламын да. Жоғарыдағы формат фигуры деген жерден заливка фигуры таңдаймын да. Кез келген бір түсті таңдаймын. Мысал ретінде мен серия түсті таңдадым. Одан кейін тағы да вставка, оның ішінде фигураға барамыз да. Тағы да бір фигураны таңдап, оң жақ шетке қоямыз. Мен бірден айта кетейін, бұл слайдтың жасалу жолы 2019 және де 2021 жылғы PowerPoint бағдарламасының арқылы жасауға болады. Осы фигураның үстін бір рет чертіп, жоғарыдағы формат фигуры, заливка фигуры дегенге барып, кез келген бір түсті таңдаймыз. Одан кейін вставка, оның ішіне надпись дегенге барып, фигураның үстінен бір рет чертіп, осы тақырыптың ішіне керекті бөлімін жазамын, немесе осы фигураның үстінен 2 рет чертсеңіз жеткілікті, солай керекті сөзіңізді жаза беруге болады. Сөзді жазғаннан кейін оның орналасуын главнаяға значокты басу арқылы өзгертуге болады. Мен осылай астынан үстіге қарай оқитын қылып өзгертіп қойдым. Енді экранды кішкене кішірейтіп, мышканың сол жақ батырмасын басу арқылы барлығын белгілеп аламыз да, солға қарай жылжытамыз. Және де Ctrl-C, Ctrl-V кнопкаларын, яғни комбинацияларын пайдалана отырып, дәл осылай көшіріп қайтадан вставить етеміз. Ол үшін экранды әлде де кішірейтіп жұмыс жасаған ыңғайлы болады. Вставить еткеннен кейін, мінекей сәл видеодағыдай етіп сәл жылжытып қоямыз. Одан кейін мына тұрған кішкентай фигураны үстінен бір рет чертіп, формат фигуры, заливка фигураға барып, түсін өзгертуге болады. Және де осының ішінде жазылып тұрған сөзді, яғни осы тақырыптың ішіндегі бөлімін жазамыз, өзгертеміз. Ал енді дәл осы әрекеттерді қайталай отыра, мен тақырыптың келесі бөлімдерін жазып шығамын. Мінекей менде 4 түрлі бөлім шықты. Енді жоғарыда вставка бөлімінде Word Art дегенге барамыз да, біздің тақырыбымызды жазып шығамыз. Мендегі тақырып компьютер құрылғылары. Осын кез келген бірін таңдаймыз. Сөзді жазғаннан кейін жоғарыдағы заливка текста дегенге барып, осы сөздің түсін ауыстыруға болады. Түсін ауыстырып, көлемін үлкейттім. Енді вставка, оның ішінде фигураға барамыз да, дөңгелекті таңдап, Shift кнопкасын басып отырып, осы дөңгелекті сызып шығамыз. Енді жоғарыдағы формат фигуры, оның ішінде заливка фигуры дегенге барып, түсін ауыстыруға болады. Және де астыңғы жағында тұрған эффекті фигуры дегенге барып, кішкене эффект беруге болады. Тен береміз, осветление, яғни астына кішкене жарық береміз, көлеңке қоямыз деген секілді көптеген өзгерістер жасауға болады. Осылай әр бетті жасап болғаннан кейін үлкейтіп тексеруге кеңес беремін. Сол кезде өзгерту керек жерлері жақсы көрініп тұрады. Енді келесі кезекте келесі бетке қоятын керекті ақпараттардың барлығын осы бетке қойып аламыз. Фигура болсын, жазу болсын, барлығын осы жерге енгізіп аламыз. Қазір вставка, оның ішінде фигура дегенге барып, осындай фигураны таңдап аламыз. Жоғарыдағы формат фигуры дегеннің жанында контур фигуры дегеннен нет контур деген таңдаймыз. Заливка фигуры деген жерден түс таңдаймыз, немесе сол жағында тұрған ақ, қара, көк болып тұрған жерден стрелканы басып, сол жерден басқаша бір түсті де таңдауға болады. Енді вставка фигура, оның ішінде стрелканы таңдаймыз да, ұзына сызып шығамыз. Одан кейін оның жоғары жағында формат фигуры дегенге барып, мінекей әртүрлі түстегі сызықшалар тұр. Осының ішінен стрелканы таңдаймыз. Контур фигуры, оның ішінде толщина дегенге барып, осы стрелканың қалыңдығын таңдаймыз. Бізге көрініп тұратын осындай қалың стрелка қажет. Және де вставка, оның ішінде значки деген бар. Осы жерден біз тақырыбымызға сай көптеген значоктарды таба аламыз.
Мында сол жағына қарап тұрсаңыздар тақырыптары жазылған, жоғарыда поиск бөліміне жазсаңыздар да болады. Немесе осылай мышканың ортасын дөңгелетіп отырып, осылай жаймен де барлығын қарап шығуға болады. Мен өз тақырыбыма сай біреуін таңдаймын. Мінекей таңдадым. Енді шетіндегі дөңгелектер арқылы көлемін үлкейтіп немесе кішірейтуге болады. Мынау оң жақ төменгі шетке қарай жылжытамын. Және де жоғарыда формат графического элемента деген жерден заливка рисунка дегенге барып, осы жерден керек түсті таңдаймыз. Пипетка дегенді таңдап, осы жердегі фигуралардың түсімен сәйкестендіруге болады, немесе дәл видеодағыдай етіп жасауға болады. Енді мына екінші слайдтың оң жағын басып, дублировать слайд дегенге барамыз. Енді осы үшінші слайдқа барып, екінші слайдтың информацияларын, жазылған сурет, қойған фигура барлығын шетке қарай ысырып, келесі слайдта көрсететін элементтерді, фигураларды қоямыз. Ол үшін мынау ең бірінші астында тұрған мына төрт бұрышты жылжытамыз. Одан кейін өзінің жаңағы тақырыптың бөлімі дедім ғой, сол бөлім жазылып тұрған осы фигураны жылжытамыз да жоғарыдағы формат рисунки дегенге барып, формат фигуры дегенге барып, заливки фигуры дегенге барып, түсін ауыстыруға болады, немесе дәл сол күйінде қалдыруға болады. Және де мына видеода көріп тұрғандай, осы төрт бұрышты стрелка оң жақ төменгі шеттегі значокты алып, қалаған орныма қоямын және де керекті сөзді жазамын. Мінекей екінші слайд дайын болды. Үлкейтіп қарағандағы көрініс осындай. Енді келесі слайдты дайындауға кірісеміз. Ол үшін осы слайдтың жан-жағына, яғни дәл осының үстіне емес, жан-жағына келесі слайдтың жазатын жазуларын, қоятын элемент, значок, суреттердің барлығын дайындап аламыз. Ол үшін вставка, оның ішінде значки деген бөлімге, аналитика деген бөлімге барып, өзіме керекті бір значокты аламын. Оны слайдтың шетіне қарай апарып, екі рет шерткен кезде жоғарыда мінекей формат графического элемента деген бар. Сонда барамыз, мына жерден видеодағыдай етіп, осы жерден түс таңдауға болады, немесе заливка рисунка деген жерден таңдауға болады. Контур рисунка дегенге барып, осы фигураның шетін контурын алып тастауға болады, немесе басқа бір түспен бояуға болады. Және де эффект беруге болады. Астына тең қоюға, кішкене жарық беруге, басқа түспен, немесе көлеңке қоюға деген секілді сондай бір өзгерістер жасауға болады. Маған осындай элементтен екеуі қажет, және де вставка, оның ішінде фигураға барып, керекті фигураны таңдап, дәл алдыңғы слайдта қойғандай етіп, керекті өзгерістерді жасай беремін. Сол жақта үшінші слайдтың оң жағынан басып, дублировать слайд дегенге барып, төртінші слайдқа өтеміз. Сол жерден мына оң жақтағы екінші слайдтағы керекті информациялардың барлығын өшіреміз. Үшінші слайдта жазылған жазулардың барлығын осылай шетке қарай ысырамыз да. Енді келесі бөлімді мына оңға қарай жылжытамыз. Мінекей төрт бұрышын жылжыттым. Одан кейін бөлімнің атауын жылжытамын. Егер қажет десеңіздер, осы бөлімнің атауы жазылған фигураның түсін ауыстыруға болады. Мен ауыстырамын. Және де мына жоғарыдағы жасыл фигураны, значокты алып, керекті жерге қойып, жазуды енгіземін. Оның көлемін өзгерту, жазуды енгізуді барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Сол үшін көрсетпей ақ қояйын, келесі слайдқа өтейік. Дәл алдыңғыдай, енді келесі слайдқа керекті ақпараттарды дәл осы слайдтың осы шеттеріне қойып шығамыз. Мен мұнда әдейі қойып жатырмын. Кейбір суреттің астында ақ фон тұр. Сондай фонды қалай өшіру керектігін үйренгіңіз келсе, менің видеомды көруге кеңес беремін. Оның сілтемесін описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден көріп үйреніп алсаңыздар болады. Енді төртінші слайдтың оң жағынан басып, дублировать слайд деп, бесінші слайдқа өтеміз. Үшінші слайдта жазылған информациялардың барлығын өшіремін. Төртінші слайдта жазылған информацияларды оңға қарай жылжытамын. Одан кейін келесі бөлім атауы жазылған фигураны оңға қарай жылжытамын. Тағы да бөлім атауы жазылған фигураның түсін ауыстырамын. Одан кейін мында жоғарыда тұрған суреттерді төмен қарай түсіріп, жазулар жазамыз. Ендігі кезекті әрекеттер уже сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі слайдқа керекті информацияларды осында жүктейміз, келесі слайдқа өтеміз, тағы да фигураларды жылжытамыз, өшіретіндерді өшіріп, жылжытатындарды жылжытып қоямыз. Сіздерге уже түсінікті деп ойлаймын.
Мында ең соңғы слайдқа кішкене бір вкус беру үшін вставка, оның ішіне значки дегенге барып, өзіме керекті значокты таңдап алып, осында қоямын. Негізі сіздерге кеңесім 2019 және де 2021 жылғы PowerPoint бағдарламасын жүктеп алыңыздар. Жалпы офис бағдарламасын жүктеп алсаңыздар, мүмкіндіктері өте көп, осындай дүниелер жасап шығасыздар. Мінекей вставить етеміз, және де бұның түсін дәл жаңағыдай өзгерте аласыздар. Ең бірінші слайдта тұрған дөңгелек фигураны алып, копировать етіп, 4-ші және 5-ші слайдқа апарып вставить еттім, кішкене бір вкус беру үшін. Неге екі слайдта тұрғанын осы слайдты көру барысында түсінесіздер. Және де барлық слайд беттеріне переходы дегеннен трансформ дегенді таңдадым, оны видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Енді слайдты үлкейтіп қарайтын болсақ, фигуралар әдем болып, келесі бетке өткен кезде әдем болып жылжиды. Яғни алдыңғы слайдта тұрған осындай фигуралар мінекей осылай әдем болып жылжып келу үшін екі слайдта да осылай тұру қажет. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Барлықтарыңызға менің каналыма тіркеліп кетуге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Және де міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта Құдай қаласа осындай практикалық жұмыстардың көптеген түрлері шығатын болады.